Ақтөбеге Жамантас жайлауында келдім. Қызылқайың ауылында 9 сыныпқа дейін Қызылқайың ауылының мектебінде оқыдым. Орта білімді мектепте 9 сыныпты бітіргеннен кейін Тоқжайлау ауылында сол кездегі СПТУ. Сол жерде 2 жыл оқыдым. Ол жерден фермер, сварщик деп жатады ғой, дәнекер. Сондай мамандықты бітіріп шықтым. Одан кейін ол жерден ол оқуды бітіргеннен кейін музыка саласы бойынша осы Талдықорған қаласындағы Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжіне оқуға түсіп, кейін Алматы қаласындағы Чайковский атындағы музыкалық колледжге ауысып, одан кейін Астанадағы өнер университетіне оқуға түсіп, жоғары оқуын тәмамдап келдім. Жетінші, болмаса 8 сынып Арман деген өлең жаздым. Ол Арман деген өлеңде менің арманым. Өздеріңізге белгілі, тәуелсіздік алған жылдардан кейін кішкене тоқырау болды елде. Менің әке шешем мал баққан адамдар. Сол тәуелсіздік алғаннан кейін ол кісілер малдан шығып қалды да, өздерінің жеке баспанасы болған жоқ, көліктері болған жоқ, басқасы болған жоқ, дүние болған жоқ деген сияқты. Сол кезде бір кішкене қиын қыстау кезеңнен өттік отбасымызбен. Менің өзім әкем адал, өз ісіне адал адам болған. Артық ештеңе алмаған ғой. Үй болмаған, өзіңіз ойлаңыз, 20-25 жыл малдың соңында жүріп, өзінің жеке басының үйі болмаған, астында көлігі болмаған, азын-аулақ жиған, терген малы болған болды. Сол кейін біз әке шешеміз тәуелсіздік алған жылдар малдан шығып қалған кезде, әкемнің анасы өзімнің әжемнің қолында тұрдық. Сол кездерде әкелерімнің қалай қиналғанын, қалай қиын кезеңдерден өтіп жатқанын көзіммен көргеннен кейін мен Арман деген өлең жаздым. Адам болғаннан кейін еліктемей тұрмайсың. Міндетті түрде еліктейсің. Мен осы өмірімде жақсы адамдарға, жақсы жүрген адамдарға, үлгі боларлық адамдарға еліктеуге барынша тырыстым. Мен жаңағы Арман деген өлең жаздым дедім. Сол арманда өзім оқысам, өзім білім алсам деген мақсат арман болды. Менде сонда мен Алматы қаласында оқыдым, кейін Астана қаласында оқыдым. Алматы қаласында оқып жүрген кезде мен осы өнер саласында, музыка саласында ерен еңбек еткен ағалармен бірге жұмыс жасадым. Оның ішінде Шамған Қажығалиев бар, Алдаберген Мырзабеков ағамыз бар, Айтқали Жайымов ағамыз бар, Жанасбек Кентуров ағамыз бар, Фуат Мансуров ағамыз, Жалғасбек Бегендіков ағамыз. Осындай үлкен ауыз толтырып айтатын ағалармен бірге жұмыс жасағаннан кейін мен сол кісілерге еліктедім. Сол кісілердің жүріс тұрысына еліктедім. Сол кісілердің сөз саптауына еліктедім. Кейін келе мен Астана қаласына оқуға түскеннен кейін, Астана қаласында оқып жүрген кезде, қазіргі таңда Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, белгілі күйші композитор Секен Тұрысбек ағаның Ақжауын оркестрінде 8 жыл жұмыс жасадым. Сол кезде Секен ағаның әрбір іс қимылына еліктедім. Ол кісінің жүріс тұрысына еліктедім. Ол кісінің сөйлеу мәнеріне, өзінің болмысына, барлық осындай ауыз толтырып айтатын ағалардың осындай бар болмысына мен еліктеп, бүгінге дейін еліктеймін, әлі де еліктеймін. Содан мен сол өнер университетінде оқып жүрген кезде Қалқаман Сарин ағамыз бізге тарих пәнінен сабақ берді. Ол кезде жап-жас мұғалім, ұстаз. Бірақ жаңағы өзін ұстауы, өзін ақын сезінуі, сөйлеу мәнері, осындай ағаларға мен еліктедім. Менің ең үлкен жетістігім 8 жыл сыртта жүріп оқу бітіріп келгенім. Бірде бар, бірде жоқ, бірде аш, бірде тоқ болып жүрген кезеңнен өтіп, шыдап, төзіп, аштыққа да, тоқтыққа да, барға да, жоққа да оқып бітіріп келгенім менің ең басты жетістігім деп есептеймін. Және де мен сол
бүгінгі таңда өзімнің жұмыс жасап жүрген Мұқан Төлебаев атындағы оркестрде контрабас аспабында ойнаймын. Сол контрабас аспабын игеру 8 жыл уақытымды алды менің. Ауылдан келген бала бейхабар музыкадан. Қол деген тас. Соны таңғы сағат 5-тен тұрып барып дайындалып, түнгі сағат 12-ге дейін қалып дайындалып, еңбек етіп, терлеп, сол өзіме мақсат қойып, соған ұмтылып, сол аспапты игеріп, бүгінде сол аспаппен оркестрде жұмыс жасап жатқан мен үшін, өзім үшін ең үлкен жетістік. Атын атап түсін түстемей қойын, бірақ бір қатар жақсы ақын інілерім келе жатыр. Мысалға Батырхан Сәрсенхан деп алайықшы. Ауыз толтырып айтуға болатын. Біздің артымыздан еріп келе жатқан інілеріміздің бірегейі. Өзіміздің осы облыстан шыққан біздің Мұхтар Күмісбек бауырымыз. Енді мен айта берсем көп, олардың бәрін тізбей қойайын. Бірақ көңілім толады солардың жазғанына, және солардың болашағына үлкен үміт күтемін. Менің поэзиямның басқа ақындардан ерекшелігі шынайылығында. Мен өлеңге өтірік айтқан жоқпын. Мен өлеңді құраған жоқпын. Мен шынайы дүниелерді жазуға тырыстым. Мен жаңа басты жетістігіңіз дегенде алғыс деген кітабым шықты. 2019 жылы жастар жылына байланысты. Алматы облысы әкімінің қолдауымен сол кітаптың ішіндегі 10 баспа табақ қой. Соның 9 баспа табақ өлеңі, ішіндегі 9 баспа табаққа толатын өлең, шынайы өлеңдер. Болашақты болжай алмаймын. Мен көріпкел немесе сәуегей емеспін, бірақ дегенмен арман ғой адамды алдыға жетелейтін. Мен армандаймын. Мен өзімнің болашағымды армандаймын. Болашақта мен осы артында еріп келе жатқан іні қарындастарыма үлгі боларлықтай азамат бола алсам. Содан кейінгі менің басты ұстанымым ол адамгершілік. Мен өзімнің ақындығымнан адамгершілігімді бірінші орынға қойған адаммын. Қандай жағдай болмасын, қандай сәт болмасын, мен адамгершілігімді алдыға жетелеймін. Адамгершілігімнің артынан жүремін. Үлкенді үлкен деп сыйлауға тырысамын, кішіні кіші деп сыйлауға тырысамын барынша. Ешқай жерде мен сондаймын, мен мұндаймын дегеннен аулақпын. Сондықтан мен болашақта осы адамгершілігімді осы қаз қалпында сақтап қалсам екен, осы адамгершілігімнен алыстап кетпесем екен, жырақтап қалмасам екен деген арманым. Одан бөлек адал еңбек сіңірсем. Ол жаңағы оркестрдің бір бұрышында зейнетке шығып кеткенше тұруға болады, бір аспапты ойнап. Бірақ сен ол жерде кім сені елейді, кім сені көреді, кім сені бағалайды деген сұрақ. Сол сұрақтың жауабын іздеген кезде, жоқ, менің басты мақсатым ол емес. Менің басты мақсатым елге қызмет ету, қаламды қолға ұстау, өлең жазу.